Армысыздар, достар. Бүгін сіздермен әсел. Менің кезекті рецебім бұл біздің ши бауырсақ. Бұл ши бауырсақ нағыз шайға арналған бауырсақ. Варенье мен нағыз шай ішетін өте дәмді тіс басар деп айтуға болады. Сонымен видеоны бастайық. Ең алдымен онға осы қоспалардың барын біріктіріп, бір елкі нан илейсіздер. Алдымен жылы суға ас содасын саламыз. Қант, тұз. Осының барлығын біріктіріп, езіп, ұнға құямыз. Менің сүйікті қасығыммен жаңағы нанымызды біріктіріп, пельменнің наны секілді қылып қаттырақ нан илейсіздер. Менің наным дайын болды. Міне осындай құрғақ нан болады. Бұл үгітілген сондай бауырсақ болып шығады, себебі бұның бойында жұмыртқа жоқ. Өзіміздің балалық шағымызда осындай ұсақ бауырсақты апаларымыз шемішкенің орнына бізге жиі пісіріп беретін. Мынау тура сондай бауырсақ. Міндетті түрде қайталап жасаңыздар. Сіздерге ұнайды. Бұны жалпы бізде Шығыс Қазақстан облысында қоржынға салады бұндай ши бауырсақтарды. Бауырсақтың нанын иі қанғанша илейсіздер. Қарап отырсаңыздар, нан міне бір елкі болып келе жатыр. Осыны біріктіріп, бір 10 минут қана тұрады. Бұны қазір мен салафан мешочкқа салып қоямын. Нанның иі қанып болды. Енді бұл нанды біз есіп кесетін боламыз. Жалпы есер кезде ұсақ-ұсақ қылып алсаңыздар, ескен кезде өте ыңғайлы болады. Нанымызды осылай біраз есіп аламыз барлығын. Осы дайын есілген нанды ұсақ-ұсақ қылып турайсыздар. Бауырсақтың көлемі сіздерге қандай ыңғайлы, сондай қылып турайсыздар. Мен өз басым не нәрсенің ұсақ болғанын ұнатам. Сол себепті менің бауырсақтарым кішкентай болады. Бауырсақты енді кесеміз. Нанды осылай кезек-кезек алматасыздар, сонда бауырсақтың формасы өте осындай әдемі болып шығады. Қарасаңыздар, бір-біріне жабыспайды, ешқандай ұнның қажеті жоқ бұл бауырсаққа. Енді барлығын осылай кесіп аламыз. Бауырсақ кесіліп дайын болды. Енді май қайнағаннан кейін майда оны қуырып аламыз. Біздің майымыз қайнап дайын болды. Енді қайнап тұрған майға мына бауырсақты салып, тез-тез қуырып аламыз. Түсін жалпы өздеріңізге қандай түс ұнайды, сондай түсте қуырсаңыздар болады. Міндетті түрде ақшыл, одан да қып-қызыл қылып қуырудың ешқандай қажеті жоқ. Өздеріңіздің қалауларыңыз қандай, сондай қылып жасасаңыздар болады. Міне бауырсақ көрдіңіздер, біраз ғана қабарады. Сонымен біздің бауырсақ дайын. Қараңыздаршы, өте тамаша болып шығады. Мен бауырсақтың жанына тартылған бүлдіргеннің вареньесін қойдым, свежий. Енді осымен шай ішкенге не жетсін. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, все дегенді басып қойыңыздар. Сіздерге көп рахмет.